Бәріңізге сәлем. Той, жиын, асқа электронды шақыру керек болса, өзім жасап берем. Мына парақшам таңдап жазсаңыздар 2 сағатта дайын болады. Сілтемесін төменде қалдырам. Ал енді бастайық. Телевизорлар, ойын консольдары, бейне камералар, смартфондар, компьютерлар мен ноутбуктар, музыка мен кино және роботтар. Әлемде осы компанияның өнімдерін ешқашан пайдаланбаған адам табу өте қиын. Sony бұл екі энтузиасттың отты идеясынан туған стартап. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Токионың халқы 2 есе азайып 7 миллионға жуық. Оның ішінде 25% науқастар мен жаралылар. 60 трамвай мен бірнеше жүк көлігі ғана қалған қала қирандысының ішінде бір өртенген универмагтың 3-ші қабатында Масари Ибука инженерлері жұмысқа алып, қандай болса да ақша табу үшін тоқпен істейтін күріш пішіргіш үй жылытатын пешін жасап жатты. Бірақ та жоғары білімді инженер, Жапон империясының офицері армияға су асты кемелерін анықтайтын құрылғыны ойлап тапқан ғалымға бұл іс идеологиясына сай емес екенін біліп, әскердегі инженер досы Акио Маританы командасына шақырды. Марита мен Ибука армияда әскердің қысқа толқынды құпия радио байланыс арқылы Жапонияның соғыстан жеңілгенін басқалардан бұрын естіген болатын. Енді қарапайым радиоға қосылып, сондай қысқа толқындағы ақпаратты естуге болатын құрылғыны жасап сата бастады. Соғыс кезінде халық радиоларын кез келген уақытта шұғыл жаңалықтардан хабардар болу үшін өте ұқыпты сақтаған. Енді жаңа билік бұл қысқа толқынды байланысқа салынған тиымды алып тастаған. Сондықтан халықтың бәрі осы құрылғыны сатып алып, Sony'дің аты алғашқы рет танымал бола бастады. Ибука енді радио қабылдағыштың өзін шығарайық деген пікірге келіспей, қарапайым өніммен Sony басқа компанияларды бәсекеден жеңе алмайтынын айтып, сымға дыбыс жазу құрылғысы жобасында жұмыс жасап жүрді. 1946 жылы ақш-тың әскери оккупациялық билігінің қабылдауында болғанда, Wilcox Gain маркалы магнитофонын көріп қалып, келесі өндіретін өнімін айқын түсінді. Енді бірден іске кірісіп, неғұрлым тез өндіріп шығарса, конкуренттерінің жетіп алу мүмкіндігі азая береді. Бірақ бір рет қана көрген магнитофонның ішіндегі кассетасын жасау істің басты жұмбағы болды. Бүкіл өнерін салып, салафанды түрлі химиялық өзгерістерге ұшыратты. 2-3 айналған соң салафан созылып дыбыс өзгеретін болғандықтан жұқа крафт қағазын пайдаланып жұмбақтың жарты жауабын шешті. Енді дыбысты жазу үшін бұл лентаға магниттік жақпа керек. Оны неміс ғалымдарының жазбаларын пайдаланып, әртүрлі тұздар мен темір оксидтарын арнайы пеш болмағаннан үй жағдайындағыдай табада қыздырып, керек өнімін жасап шығарды. Осы магниттік лентаны барынша жақсартқаннан кейін 65 жылы IBM әлемде алғашқы дербес компьютерді жасағанда басқалардың арасынан Sony-дікін таңдады. Және Американың айға қонған Аполлон 11 ғарыш кемесі айдан музыканы радио толқынмен жіберу үшін Sony-дің магнитофонын пайдаланды. Ғарышта жұмыс жасау үшін қарапайым қаламға дейін өзгеріс енгізіп жатқанда, Sony-дің штаттық магнитофоны еш өзгеріссіз толық жұмысын атқарды. Sony-дің алғашқы магнитофоны салмағы 35 кило, түрі жәшік тәріздес, бағасы 170 мың йен. Бұл кез келген жапондық отбасы үшін өте үлкен сомма. Ол жылдары жоғары білімді инженердің айлығы әр кетсе 10 мың йен болады. Марита мен Ибука бұл магнитофонның 50 данасын жасап қойған. Көрсеткендердің бәрі мақтап қояды, бірақ қымбат ойыншыққа ақшалары жоқ, бизнесте тәжірибесі жоқ екі дос бұны кімге сатуға болатынын енді ойлай бастады. Кез келген бизнесте керемет тауарды өндіріп қоя салу бұл аз, оны сауатты түрде жарнамалап сата білуде маңызды өнер. Енді бұл мәселенің шешімі Акио Маританың мойнына түсті. Антикварный магазиннан көне құмыраны бір шал магнитофоннан қымбат ақшаға ойланбастан сатып алғанын байқағанда, құндылық жайында ойлана бастады. Магнитофонның пайдасы кез келген құмырадан молырақ, сондықтан құнын бағалайтындарды іздестірді. Қалай ойлайсыздар, кімді тапты? Соғыс кезінде оқуларын көп студенттер аяқтай алмаған. Сондықтан Жапония соттарына стенограф мамандары жетіспеді. Ал магнитофон бұл мәселені өте ыңғайлы қылып шешті. Бірден 20 данасын сатып, қалғанын мектептерге ұсынды. Ол да жақсы идея болды. Sony кейіннен мектепке арнайы кіші версиясын жасап шығарды. 1952 жылы магнитофон саудасы жақсы болып жатқанда, Сантори Ибука Америкаға жаңалық іздеп барып, транзистор деген дүниемен танысты. Осыған дейін радиолардың бәрі үлкен және қатты қызатын радио лампалармен жұмыс жасайтын. Есесіне енді транзистор өте шағын, дыбыс өңдеу сапасы да жоғары, ең маңыздысы жылжымалы деталь болмағаннан мүлде тозбайды және электр қуатын да аз тұтынады. Америка транзисторды тек есту құрылғыларында ғана пайдаланды.
Santori Ibuka'га азгантай гана эстүү курулгуларына муктаж нарык кызык эмес. Жапондуктар барлык заттын кичкентай түрүн жакшы көрөт. Сону максат тутуп, Сырткы иштер министрлигинин көмөгү транзистор өндүрүүгө $25,000 патент сатып алып, кичкентай радио кабылдагыч жасауга транзистордун жаңа түрүн өндүрдү. Осыдан 1 жыл өткенде патентин саткан фирма Bell Laboratory жаңа транзисторга таң калганын жасыра алмады. 1957 жылы Sony'дун алгачкы калта радио кабылдагычы сатылымга чыкты. Калта радио кабылдагычы деп атап койсо да, ол кийимдин калтасына сыймады. Сондуктан презентация жүргүзөтүндөргө үлкөн калталы жейделеп тиктирди. Осылайша Sony халыкка эмне керек экенин алдын ала болжоуду адетке айналдырып, сол кездеги жаштар музыкасыз өмүр сүрө алмайтынын бир аздан байкап жүргөн. Себеби баарынын үйүндө де, машинасында да стерео системасы болду. Акио Маританын кызы башка каладан келгенде шешеси менен амандашууну унутуп, жогорку кабаттагы магнитофонго кассетасын салып әуен кошканда, кез келген жерге өзү менен алып жүрөтүн плеер жасау керек экенин түшүндү. Sony Walkman аты Маритага унамаса да, халык аны өтө жакшы каршы алды. Walkman'ның ар түрлүү моделин бирге санаганда, алгачкы жылы гана 12 миллиондон аз сатылып, әлем халкына музыканы кулак капта тыңдайтын жаңа адет калыпташтырды. Sony'нун философиясы да осы еді. Не жасаса да башкаларга окшомайтын конкуренти жок өнүм. 1960 жылы Америкада филиалын ачып, алгачкы жапон компаниясы акциясын америкалык биржага сатылымга салып, bir күндө $4 миллион ээ болду. Америкалык стандарттарга сай келүү үчүн Sony корпорациясынын бүкүл экономикалык жана бухгалтерлик курулумдарын жаңадан жасаганда, өздеринин көп кателиктерин тауып, кошумча пайдасын алды. Келесі маңызды мәселе. Теледидарыңды керек кезинде өзүңмен бирге алып, калган бөлмеңде, эсик алдында немесе бакчада көрүү үчүн экраны жаркын, сапасы жогору болууга тийиз. Spectrum деп аталатын Sony'дун жаңа технологияларын ойлоп тапкан түрлүү түстүү ыкшам теледидары башка бәсекес фирмаларды түстөрдү көрсөтүү сапасы боюнча алда кайда артта калды. 1964 жылы 20 жыл ичинде кыйранды Токиону калпына келтирип, Олимпиада оюндары өтөтүнү белгилүү болганда, бүкүл әлем аны түрлүү түстүү теледидардан тамашалагысы келетинине бәс тикти. Ушул жерде кызык парадокс. Америка менен Европанын компаниялары өз заводдарын Азияга көчүрүп жатканда, Sony Америкада, Европада өз заводдарын ачты. 1975 жыл Santori Ibuka инженерлердин алдына кичкентай китапты коюп, осы формада ичине 1 сааттык видео сыятын кассета жасауду буйрду. Данышпан инженерлердин туындысы Sony Betamax магнитофонун әлем халкы бурун көрмөгөн дүнүйө болгондуктан алгач рет жарнамалауга $2 миллион жумшады. Натыйжасы калай болду деп ойлойсуз? Good morning, gentlemen. I'm going home to watch The Late Show. Әрине жетістік жолында жеңілістер де болуы шарт. Philips компаниясы өзінің 3 сағаттық видео сыятын ыңғайлырақ VHS кассеталарымен 80 жылдар басында видеомагнитофондардың шыңына шықты. Sony'дың қателігі видеомагнитофонды нарыққа уақытынан бұрын ұсынғаны болды. Есесіне 1987 жылы CBS Records атты Майкл Джексон деңгейіндегі жұлдыздармен жұмыс жасайтын әлемдегі екінші орындағы музыка жазу компаниясын $2 миллиард және 89 жылы Columbia Pictures кинокомпаниясын $3,4 миллиард сатып алып, видеомагнитофон, DVD, Blu-ray арқылы көрілетін фильмдерге, музыкаларға лицензия сататын болды. 2005 жылы Metro-Goldwyn-Mayer'ды де сатып алды. 80 жылдар соңында видео ойын саласында Sega және Nintendo лидер болатын. СНГ елдерінде Nintendo-нун Dendy деген атпен пираттык копиялар тарап кеткен. Себеби Nintendo СНГга ресми түрдө келген жок. Nintendo өз консольдарына жаңа дыбыс картасы керек болуп, Sony'дагы Ken Kutaragi атты инженерге келди. Осы аракет Sega-нын да Nintendo-нун да дәуір өшүүнө алып келди. Ken Kutaragi CS700 атты 16 разрядты каналдан туратын 32 Гц-ге дейін жұмыс жасайтын картасын жасап беріп, ойын консолына өздерінің басқа инженерлік туындысы CD-дисковод құрылғысын ұсынған болатын. Себебі бұның консольдарда пайдаланылатын картридждерге заманауи ойындар сыймайды. Nintendo дыбыс карталарын алып, CD-дисководты қоюға Philips компаниясымен құпия түрде келісті. Sony бұны тек жаңалықтардан ғана білді. Sega-га да ұсынып көрді, олар да бас тартты.
Себебі CD дисктер мен CD плеер, DVD плеер бұл Sony компаниясы мен Philips компаниясының бірігіп жасаған өнімі. Сондықтан әр сатылған консольдағы CD привод үшін пайыз төлеу керек болатын. Осылайша ойын индустриясына Sony кездейсоқ тап болды. Sony PlayStation. Қалыптасқан екі өлшемді ойындардың орнына үш өлшемді ойындар Sony'дің басты ерекшелігі болды. CD дисководтың арқасында ойынды кез келген жеріңде сақтап, кейін жалғастыру мүмкіндігі пайда болды. Ойын құрылғыларын сатуға керек басты продукт бұл ойын. Әлем бойынша ойын жасайтын студияларға демеу көрсетіп, Калифорния, Лондон, Токиода 24 сағаттық студияларға байланыс орталығын ашты. 48 миллион долларға бірнеше хит ойындардың авторы британдық Signo ойын студиясын 1993 жылы сатып алды. Осындай алдын ала дайындық жұмыстарынан кейін 1994 жылы 3 желтоқсанда Sony өз философиясы бойынша ойын консольдарының жаңа түрін әлемге ұсынды. Алғашқы 6 айда 1 миллион ойын консолі сатылды. 1994 жыл мен 2006 жылдары аралығында шыққан бірінші PlayStation 102 миллион дана сатылған. Ал осы әлемдік рекордты жаңартқан Sony'дің өзі. Үшінші PlayStation әлемде 160 миллион дана сатылып, адамзат тарихындағы ең көп сатылған ойын құрылғысына айналды. Және алғашқы PlayStation'ның джойстигіне консольді жасағанда еңбек етілгенін Кент Кутараги айтады. Ойын джойстиктарында бұрын болмаған және өте ыңғайлы дизайны әлі күнге дейін актуалды деуге болады. Бүгінгі таңда Sony ол үлкен корпорация. Оның бағыттарын түгелдеу қиын, ол шынымен де көптеген салаларда ізашар болды. Әр 10 жылда компания бір серпіліспен жаңа өнім ұсынып отырды. Кәсіпорын өзін киностудияда, медицинада және көлік индустриясында сынап көрді. Бүгінгі таңда Универмагтың 3-ші қабатына сиятын шағын фирма емес, нарықтық капитализациясы 37 миллиард доллар болатын үлкен корпорация. Оның негізін қалаушылар Масари Ибука 1997 жылы 89 жасында, Акио Марита 2 жылдан кейін 78 жасында қайтыс болды. Жаңа видеода кездескенше лайк пен пікірлеріңізді қатты күтіп жүретін боламын.